Барымта деген қызық әңгіме ғой. Негізі барымта бұрынғы қоғамда, дәстүрлі қоғамда мағынасы мүлде басқа болды. Ол мысалы биге жүгініп, би пәлен руға ақысын берсін деп айтады ғой, мал берсін деп. Бірақ соны айыпты ру орындамаса, айыпты ел орындамаса, айыптаушы ел шабады екен. Барымта алып кетеді, малды айдап кетеді. Сонда жай ғана айдап кетпейді, міндетті түрде айтып кетеді екен, біз айдап кеттік деп, біліп жүрсін деп. Сол жайында көптеген күйлер бар. Мынау бір қызығы, әрине 19 ғасырда ол кәдімгідей бір тонауға айналған ғой, жөнсіз барымта көбейіп кетті елде. Сонда мынандай бір әңгіме бар, Абайдың туысы болған екен, аты Үкібай. Сол Үкібай барымтамен мал тапқан екен. Сонда бір күні Абай соны естіп айтады екен туысына: сенің осындай бір кәсібің бар екен деп, барымта деп айтпай, жай ғана. Сонда төмен қарап қалады да, сонда Абай айтады: қисаң маған осы кәсібіңді маған бер, және мен оны сенен тегін алмаймын, құнын беремін деп, Үкібайға мал береді да көп. Сол маймен ары қарай Үкібай оған жұғысты болып байып кетеді. Бір қызығы, сол Үкібайдың баласы Қаражан кейін үлкен әкесінен 11 мың жылқы бұйырған ғой, соны еншіге алып, содан кейін ең бір шығыс Қазақстанды бай адамдардың бірі болып кетеді. Пәленбай зауыты болады. Сосын Семейде телефон станциясын 100 номерге, о кезде енді үйдегі телефондар бар ғой, кәдімгідей сыммен тартылатын. Сондай American Bell Labs деген фирмадан 100 телефон номеріне арналған телефон станциясын сатып алады. Көпір жасайды, тағы да осындай. Және де Алашордаға демеуші болады. Алашордан көптеген шығындарын осы Қаражан Үкібай деген көтерген. Кейін ол бала-шағасымен Алаш әскеріне де қатысқан. Бұл Қаражан Үкібаевтың, енді білгенімше, мынау кітап бір 10 жыл бұрын жаздым. Сол кездегі мәлімет бойынша бір тарау жазғанмын ғой. Жалпы кітаптың аты 4 облака, орысша жазылған. Қазақша тапсырыс берген адамдар қазақша да шығарамыз деп еді, бірақ сосын тоқтап қалды, өкінішке қарай. Сол кітап меломан бір жерде бар.